Алматыдағы 28 гвардияшы Панфиловшылар атындағы саябақта Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің бітімгерлік контингентін Біріккен ұлттар ұйымының Голланд биіктіктеріндегі бөлінуді бақылау жөніндегі күштері миссиясына салтанатты түрде шығарып салуға арналған іс-шара өтті. Оған қорғаныс министрі, парламент депутаттары, әскери қызметшілердің туған туыстары мен әріптестері, атқарушы билік органдары мен ардагерлер ұйымдарының өкілдері және жас сарбаз әскери патриоттық қозғалысының тәрбиеленушілері қатысты. Қорғаныс ведомствосының басшысы генерал-полковник Руслан Жақсылықов қазақстандық бітімгерлердің Біріккен ұлттар ұйымы миссияларына қатысу географиясы мен әртараптандырылуын кеңейту президенттің нұсқауы бойынша жүзеге асырылып жатқан және Біріккен ұлттар ұйымы мен халықаралық қоғамдастық мемлекетіміз бен оның қарулы күштерінің бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау жөніндегі ең жауапты міндеттерді орындау қабілетін мойындауының көрсеткіші екенін атап өтті. Десанттық шабуылдау әскерлерінің альпинистік роталары алғашқы далалық жаттығуларын аяқтады. Бірнеше ай бұрын десанттық шабуылдау әскерлерінің құрамаларында тау бөлімшелері құрылғанын естеріңізге саламыз. Көктал оқу полигонындағы далалық іс-шараларда тәжірибелі нұсқаушылар жеке құрамды таулы жердегі күрделі жағдайда тактикалық тәсілдері мен жауынгерлік іс-қимылды орындауға үйретті. 10 күндік жиын барысында тау дайындығы роталарының әскери қызметшілеріне жартасты рельефті еңсеру техникасы, кертпелер, террассалар, карниздер және жартас тақталары бойынша қозғалыс үйретілді. Сондай-ақ жергілікті жерді бағдарлау, таудағы азимут бойынша қозғалыс және тау өзені арқылы өтуді ұйымдастыру жүзеге асты. Курстың теориялық және практикалық пәндері бойынша сынақтарды сәтті тапсырған әскери қызметшілерге альпинизм және тау дайындығы бойынша базалық разряд беріледі. Қазақстан қарулы күштерінің әскери қызметшілері 3-8 наурыз аралығында Америка құрама штаттарының Аризона штатының Феникс және Флоренс қалаларында өткен үздік жауынгер 2024 жарыстарында үздік атанды. Сержант Мұхиаддин Смағұл мен 2-ші сыныпты сержант Орынбек Сәндібеков үздік жауынгер 2024 жарысында бақ сынаған 40 қатысушының ішіндегі бірден-бір шетелдік болды. Ұлттық ұланның, қарулы күштердің және ақш-тың басқа да күшті құрылымдары арнайы бөлімшелерінің әскери қызметшілері қатысқан жарыс қазақстандық десантшылар жауынгерлік дайындыққа байланысты барлық кезеңдерде үздік нәтижелер көрсетті. Оймаша оқу полигонында теңіз жаяу әскерлерінің танк бөлімшелерді үйлестіру кезеңдерінің бірі взводтардың жауынгерлік атыс жүргізуін аяқтады. Әскери қызметшілер Т-72 танктерінде практикалық іс-қимыл ауданына марш жасап, онда әртүрлі кедергілерді, соның ішінде мина жарылғыш тосқауылдарды және сол жердің залалданған учаскелерін еңсеру мәселелерін пысықтады. Теңіз жаяу әскерлері оқу жауынгерлік міндеттерді орындау кезінде оқытудың жоғары деңгейін көрсетті. Танк бөлімшелерінің жауынгерлік оқуының келесі кезеңі роталық тактикалық жаттығулар болмақ. Наурыз мейрамы қарсаңында әскери теңіз күштерінің әскери қызметшілері көрісу күні амал мерекесін атап өтті. 2901 әскери бөлімінің әскери қызметшілері Ақтау қаласындағы қарттар үйіне барды. Теңізшілер қарияларға ұлттық тағамдар мен сусындар ұсынып, қуаныш сыйлады. Акцияны ұйымдастырушылар мекеменің аумағына тазалық жұмыстарын жүргізді. Қарттар матростарға жасаған қамқорлығы мен құрметі үшін алғыс айтты. Сондай-ақ қарулы күштердің әскери бөлімдерінде қайырымдылық күніне арналған бірқатар іс-шаралар ұйымдастырылды. Алматы қаласы Алмалы ауданының қорғаныс істер жөніндегі басқармасының әскери қызметшілері Қамқор әлеуметтік үйіне барды. Гвардейск гарнизонының танкистері Жамбыл облысының арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығында болып, қарттарды құттықтап, оларға гүл шоқтары мен сыйлықтар табыс етті. Гвардейск гарнизонындағы құрлық әскерлері оқу орталығының мотоатқыштар мектебінің жауынгерлері қарулы күштердің ардагері Бибісара Салтанқұловаға барды. Ал Талдықорған гарнизоны әскери қызметшілерінің отбасы мүшелерімен жұмысы ұйымдастыру қызметі айналайын арнайы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж балаларды қолдау орталығына барды. Атырау гарнизонының отан қорғаушылары ерекше балаларға арналған оңалту орталығында болды. Әскери қызметшілер балаларға жақсы көңіл күй сыйлап қана қоймай, жемістер, тәттілер мен ойыншықтар тарту етті. Астанада Қазақстан қарулы күштерінің мемлекеттік әскери тарихи мұражайында Шанаққала жеңісінің 109 жылдығына арналған Түркия қарулы күштерінің мұрағатында сақталған жәдігерлердің көшірмелерінен тұратын фотосурет көрмесі ашылды. Қазақстандағы Түркия елшілігінің және Юнус Эмре атындағы Түрік мәдени орталығының қолдауымен өткен іс-шараға Қазақстан Республикасы қорғаныс министрлігінің өкілдері, Түркияның Қазақстандағы елшісі, парламент мәжілісінің депутаттары, тарихшылар, саясаттанушылар және журналистер қатысты. 40-қа жуық тарихи фотосуреттер қойылған көрмемен қарулы күштердің мемлекеттік әскери тарихи мұражайында танысуға болады.
Қорғаныс министрлігі орталық спорт клубының боксшылары Италияның Бусто Арцисио қаласында өткен бокс турнирінде Олимпиада ойындарына лицензия ұтып алды. 57 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің қызметшісі Махмуд Сабырхан тәжік боксшысы Асрор Вахидовпен кездесіп, 4-1 есебімен жеңіске жетті. 51 келіге дейінгі салмақ дәрежесіндегі ширек финалдық жекпе-жекте кіші сержант Сакен Бибосынов та табысқа жетті. Ол британдық Киаран Макдональдты 4-0 есебімен ұтты. Талдықорған қаласындағы жастар спорт кешенінде қазақ күресінен өткен десанттық шабуылдау әскерлерінің іріктеу чемпионаты аяқталды. 2 күндік десант барысы турниріне Алматы, Қонаев және Жетісу гарнизондарының 16 балуаны қатысты. Жеңімпаздар қарулы күштер құрама командасының құрамында наурыз айының соңында өтетін әскер барысы чемпионатында ең мықты балуандармен белдесетін болады.